Қайырлы күн, қымбатты достар. Сәлеметсіздер ме? Аса құрметті, қадірменді біздің Қапанбұлақ ауылындағы Тұрлыхан Хасенұлы атындағы орта мектептің мұғалімдер ұжымы. Барлықтарыңызды алда келе жатқан мынау келіп жеткен төр мекемелеріңіз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің алдарыңызда басымызды иіп, бүкіл сол Қапанбұлақтағы Хасенұлы атындағы мектепті бітірген бүкіл түлектердің атынан бір ауыз жүрек жарды тілек айтқым келеді. Бізге сонау тоқырау заманында білім алған кезде 91-ден 2002 жыл аралығында әкеміз әрқашанда біздің мұғалімдерімізге айтып отыратын: сүйегі өзімдікі, еті сенікі деп. Соның арқасында қатал тәртіптермен жылы жүректерінің арқасында көптеген мықты түлектер біздің ауылымыздан, біздің мектебімізден түлеп ұшты. Сондықтан да осы кісілерге одан әрмен еңбектерінде үлкен жетістіктерге, жеңістерге жетуге шын жүректен тілектеспін. Абай атамыз айтады ғой, адамның адамшылығы жақсы ұстаздан, жақсы ата-анадан және жақсы ортадан деп. Біздің осылай өмір жолында өзіміздің жолымызды табуымызға үлкен үлес қосқан өте жақсы ұстаздарымыздың болғанына мың алғыс, ұзақ та бақытты ғұмыр жасаңыздар деп үлкен тілегімді айтқым келеді.